Amerika'da 70-80 жылдары балалардың көңілі көзіне бояу жаққан нәзік жігіттер емес, керісінше жергілікті танымал мафия сектілері болады. Сол кезде оның назары тұра үшін таласқан екі адам ауды. Екі жақта бір-бірінің отбасына сәлем айтып жатты. Бірақ екіншісі бейсбол таяғын шығарды. Қарсы жақтың алдыңғы әйнегін тас-талқан етіп шақты. Бірақ ол көрік ішіндегі адамның өзіне шамасы келмейтін жан екенін білмеді. Кенеттен Санни іске түсті. Басынан бір атты. Ол қол астындағыларға қылмыс айғақтарын алып кетуді бұйырды. Куәгерді көлікке отырғызып қойған. Басын бұрып қарағанда, ол алыстағы кішкентай баланың өзіне телміріп тұрғанын көрді. Санни баланың бүкіл оқиғаны көргенін білсе де, бірақ ол жазықсыз жандарды өлтіретін адам емес еді. Сондықтан оны жібере салды. Бірақ ол шешімнің өзін құтқаратынын ойламаған еді. Көп ұзамай полиция есік қақты. Кішкентай баладан күдіктіні тануды сұрап, кезек Санниге келді. Бала іркіліп қалды. Өйткені бұл оның кумирі болады. Ол әкесіне қарады. Соңында өз ішкі қалауына ерді. Баланың бұл таңдауы оның өмірін түбегейлі өзгерткенін ол білмеді. Санни де оны сол сәттен бастап есінде сақтап қалды. Баланың аты Джеро. Мектептен үйге қайтқан сайын Санни оған әрқашан сәлем береді. Джероға алғыс ретінде ол қол астындағыларға оның әкесіне жұмыс тауып беруді бұйырды. Аптасына $150 таба алатын. Бұл автобус жүргізуден әлдеқайда жақсы. Бірақ ол бірден бас тартты. Мұндай адамдармен байланысқысы келмеді. Кеш жатқанда 9 жасар Джеро әлгі адамның жерлеуін көрді. Ол өзінің қателік жасаған-жасамағанын ойлап көрді. Сол кезде әкесі күткен-ді. Кішкентай Джеро жауап алғысы келді. Бірақ әкесі бұлай деді. Кейде өмірде белгілі бір істерді жасау керек, бірақ оны дұрыс жасау керек. Оны әлі де түсінбеді. Әкесі оған айтты. Көп нәрсені есейгенде түсінесің. Бірақ соңғы кездері кішкентай Джеро жақсы көретін бейсбол командасы жеңілгендіктен көңілсіз жүрді. Сол кезде Саннидің адамдары оны тауып алып, кішкентай Джероны оның алдына алып келді. Санни оның Янкис командасының жанкүйері екенін бірден байқады. Джероның көңілсіз екенін көріп, оның қасына отырғызды. Янкис жеңілгендіктен болар, саған қиын болып тұрғаны деді. Бірақ Санни оған былай деді. Сен жақсы көретін команда жылына $100 мың табады, ал сенің әкең қанша табады? Кішкентай Джеро айтты. Білмеймін, Санни сөзін жалғады. Егер әкеңе ақша керек болып олардан сұраса, қарашы, олар не білген? Шын мәнінде олардың сенде шаруасы жоқ. Сен неге оларға бас қатырасың? Кішкентай Джеро ешкімнің түсінбейтінін түсінгендей болды. Ол Санниге бір сұрақ қойды. Сіз көлік тұрағы үшін таласып адам өлтірдіңіз бе? Санни жымиып, әкесі айтқан сөзді қайталады. Есейген кезінде өзің-ақ сөзің. Сол күннен бастап кішкентай Джероның Янкиске деген бұрынғы құштарлығы басылды. Керісінше мектептен кейін әркез ол жасырын түрде Саннидің барына келіп қосымша жұмыс істейтін болды. Шайбол жинау үшін бұл кезде Санни сүйек лақтырып жатқан. Бірақ жолы болмай тұрды. Біраз ұтып қалды. Сол кезде кішкентай Джеро қонақтарға сусын тасып жүрген. Санни Джеродан көмектесуін сұрады. Оның жолы керемет болған кім ойлаған. Адамнан ол бір рет дұрыс түсті. Санниге көп пайда келді. Кетерінде ол Джероға тиісті ақшасын берді. Бірақ Санни оның есімін тым үзілдеп тапты. Сондықтан оған лақап қойды. Өйткені мұндағы әкімнің өз лақабаты бар. Ол кішкентай Джероға істеген есім берді. Әліге сәттілік. Сол кезден бастап Санни оны өзімен бірге алып жүріп адамдарға жолыққанда, ол менің балам дейтін болды. Соңғы қолсызда маңайдағы адамдардың кішкентай Джероға деген көзқарасы да өзгере бастады. Тіпті бұрын ол достарымен бірге келемеш деген әйелде оған өз еркімен заттар беретін болды. Кішкентай Джеро айтты. Менде ақша жоқ, бірақ қақсы айтты. Сен екеуміздің арамызда ақша есептейтін қажет жоқ. Сол кезде ол кішкентай Джероға жақындап, оған сыбырлап айтты. Тек Санниге бір ауыз айтсаң болды. Менің саған жақсы қарағанымды айтсаң жеткілікті. Кішкентай Джеро білді. Мұның бәрі Саннидің арқасы екенін. Сондықтан ғана бұл адамдар оған қамқорлық берді. Кішкентай Джеро заттарды алып үйіне келгенде, ата-анасы табақтары түйіліп салмақты жеп берді. Өйткені олар кішкентай Джероның суырмасынан бір бума ақша тауып алды. Бұл ақшаны Санниден жұмыс істеп тапқанын білген әкесінің ашуы келді. Кішкентай Джероны ертіп Санниді тапты. Ақшаны оның үстеліне лақтырып жіберді. Оның өз ұлынан аулақ жүруін талап етті. Бірақ Санни айтты. Мен оған өз баламдай қараймын. Оған зияның тиеді деп ойлайсың ба? Ал Джероның әкесі болса, сенің мақсатыңа жету үшін ештеңеден таймайтыныңды білемін. Бірақ ол жолы сен қателестің. Мені отбасыммен ойнама. Бұл менің ұлым. Сенікі солай болсын. Екеуі ренжісіп тарқасты. Далаға шыққан соң, кішкентай Джеро өзі тапқан ақшаның қайда екенін айтып айқайлады. Әкесі оған ескертті. Бұл ақша таза емес. Сен оны ала алмайсың. Бірақ кішкентай Джеро тіпті тыңдамады. Әкесі оны бір шапалақпен тартып жіберді. Бірақ ол күтпеген жерден былай деді. Дұрыс болды, әкесі қатты ашуланды. Саннидікі қажет еді. Ұлтықпен адам өлтіру оңай. Күн сайын ерте тұрып кеш жатқанша жұмыс істеп нәпақа табу, оған осыны істейді көрші. Сонда нағыз мақтының кім екенін білесің. Жұмыс істейтін адам нағыз мақта. Сенің әкең нағыз мақта. Кішкентай Джеро қарсы шығып, оны бәрі жақсы көреді деді. Мені бір автобустағы жолаушылардың сені жақсы көретіні сияқты. Оның басқаша екенін естідім. Ол адамдар оны жақсы көрмейді. Одан қорқады, айырмашылық осында. Бірақ кішкентай Джеро бәрібір түсінбеді. Әкесі тек былай деді. Ер жеткенде түсінесің. Осылайша 8 жыл өтті. Кішкентай Джеро ер жетті. Бірақ ол әкесінің сөзін тыңдамады. Санниден алыстамады. Керісінше онымен өте жақын болды. Джероның әкесі әлі де автобус жүргізіп жүрді. Бірақ сол оқиғадан кейін екеуі содан бері сөйлеспеді. Сол кезде автобустан түскен Джеро өзіне $20 қарыз болып жүрген жігітті көрді. Ол ақшаны қайтармау үшін түрлі сылтаулар айтып жатты. Джеро қатты ашуланды. Оны қуып жүріп сабақсы келді. Сол кезде Санни оны тоқтатты. Оны кері шақырды. Екі көмекшісі де оны сабауды ұсынды. Бірақ Санни Джероға бұл тұзақларды тыңдамауды айтты. Және оған былай деді. Кейде күш қолдану мәселені шешпейін. Оның үстіне сен небәрі $20 жұмсап, оның шынайы бейнесін көрдің. Ол бұдан былай мазаңдалмайды. Сенен қайтып ақша да сұрамайды. Джеро шыдамсыздана айтты. Сенікі әрқашан дұрыс. Ал Санни оның мынаны білгенін қалады. Әр нәрсені ақылмен істеу керек. Қазір менің барлық нәрсеге жақындағым келетін сияқты. Бұндай қашықтықта қиындық болса, мен қиындықтың ісі сияқты екенін бірден білемін. Сен ертерек шығуың. Егер оның өлтіруін күтсе, сені өлтіреді. Джеро түсінген сияқты. Санни оған бұндай нәрсеге бас қатырмауын айтты.
Ülkenin ilişki miydi? Senin öz otlasına koyup koyup ölüm gerek. Jeni senişin namızda adamda. Bugün Jero karanasında kız Jeni'de şoförde. Ohan bir köpeğine aşık oldu. O kızına barıp söylesüge bakla. Cidden al Jeni'den diye Ohan konuda oldu. Ola ki lise şoförde bir kilo koyup gelirse. Bırak kara nesillerden Allah'a onu karşılamadan. Kesinlikle ak nesilleri bir kara nesillerde ona koy. Allah'ına baskı diyen kara nesilleri bir kıtırıksı bir. Onlar da kalktı. Olup soktu Jero cerkesinde anlaşaçtı. Ve kara nesilde adam da kokar kaldı. Sanki bunu bilgen son. Ohan dağı da his kesті. Олармен араласпа. Әйтпесе зардап шегетмейсің боласың. Осы кезде Джеро өз қиындығын айтты. Ол ұма, қалды бір қара нәсілді қызды. Бірақ оның достары қара нәсілдерді ұнатпай. Енді ол не істерін білмейді. Сани оған былай деді. Оларды тыңдама. Олардың болашағы не өлім, не түрме, ешкім үйренмейді. Сенің ойыңдайтының бір-біріне деген сезімдері. Түн батысқанда, төсекте жатқанда, ден екеуің ғана боласың да. Ең маңыздысы осы. Жүрегің не қаласа, соны батыл жаса. Бірақ ол жақсы қыз болуың керек. Ұлы боксшы сияқты. 10 жылда бір кезде ол бәлкім сенің жолыңды ашар. Бірақ оларды алдын ала тексеріп ал. Жер қалай тексеретінін сұрап. Ол мұны есік сызағы деп атады. Ертең саған көлігімді беремін. Кездесу кезінде көлікті алыс емес жерде тоқтат. Көліктен түскен соң екі есікті де құлыпта. Кездесуден кейін есікті кілтпен аш. Оны қасына отырғыз. Сосын оған есікті жауып бер. Көліктің артымен айналып өт. Артқы көрініс айнасына қара. Оның іштен сен үшін есікті ашатынын көр. Егер ашса, демек ол сені ойлайды. Егер ашпаса, демек ол өзімшіл адам. Сенің көргенің оның бір қыры ғана. Оны дереу тастауын қой. Келесі күні Джеро кездесу орнына келді. Сани айтқандай, көліктен түсіп екі есікті де құлыптады. Бірақ сол кезде Жени ашуланып келе жатты. Және одан сұрап, менің ағамды сенің достарың қуатты. Ол әлі жағдайды түсінбеді. Сөйтсе сол күні Джеро құтқарған адам оның ағасы екен. Бірақ Женидің ағасы табандап тұрып алды. Джеро оны ұрды деп ол өте ашулы болды. Жақсылықта жамандық жасас деп. Сөйтіп екеуінің кездесуі басталмай жатып аяқталды. Джеро көңілсіз күйде үйіне қайтты. Әкесі көріп қояды деп ойламады. Ол көлікті Саниге қайтарып берді. Ләмменің темесінен кетіп қалды. Үйге келгенде әкесі Джероны тауып алды. Санидің заттарына жоламауын айтты. Бүгін ол былай деді. Ол маған сене. Әкесі оған ескертті. Сани ешкімге сенбейді. Сен де зардап шегесің. Джеро әкесінің ақылын тыңдағысы келмеді. Есікті ашып шығып кетті. Төмен түскенде ол достарымен ашқан бардың талқандалғанын көрді. Досы оны қара нәсілдерден есе қайтару үшін көлікке мінгізді. Бірақ сол сәтте Сани ашумен келіп, оны бұрышқа қысты. Сөйтсе ол көлігінен жарылғыш зат тауып алды. Бұл уақыт аралығында оған тек Джеро ғана тиіскен. Ол оны өзінің зиян тигізбекші деп ойлады. Бірақ Джеро былай деді. Мен саған неге зиян тигізуім керек? Сен маған әкелей болдың. Сөйтсе әкесінің айтқаны қате емес екен. Соны ешкімге сенбейді. Джеро досының көлігіне мінді. Әлгі қара нәсілдерге сабақ беруге дайындалды. Көліктегі жанармай құйылған шөлмекті көрді. Ол қорықты. Бірақ ол түсін керек деп айта алмады. Ол қорқақ болғысы келмеді. Достарының алдында жасқаншақ көрінгісі келмеді. Олар бағдаршамнан өтіп бара жатқанда Сони оны шақырып алды. Оны аулаға қайтарғаннан кейін Сонидің қол астындағы адам былай деді. Бір қара нәсілді қыз сені іздеп жүр. Джеро артынан қуды. Жени оған түсіндірді. Сен шынымен де менің ағамды құтқардың. Ол кезде ол тек өзінің ашуын сенен алған еді. Екеуі қайта татуласты. Бірақ Джеро достары Женидің ағасына тағы да зиян тигізе ме деп қорықты. Олар барып тоқтатуы керек еді. Джеро Жениді алдыңғы орынға отырғызды. Ол артынан айналып өтті. Осы кезде Джеро Женидің оған көлік есігін ашып жатқанын көрді. Олар жеткенде бәрібір кеш еді. Оның достары әлдеқашан өздерінің жанармай құйылған шөлмектерінен күйіп кеткен еді. Джеро өзін Сонидің құтқарғанын білді. Бетпе-бет алғыс айту үшін жүгіріп барды. Ол Сониді көрді. Бірақ ол қашықтық өте алыс еді. Басқа бір адамды байқады. Оның жүзінде ешқандай сезім жоқ еді. Бірақ ішінде ыза жатты. Сонидің назары Джероға ауып кетті. Ол айқайлады, бірақ бәрі кеш еді. Сонидің батына оқ тиді. Ал бұл жас жігіт 8 жыл бұрын көлік тұрағы үшін таласа өлтірілген адамның ұлы еді. Сониді жерлеу рәсімінде Джеро ақыры Сонидің үнемі айтып жүргенін түсінді. Бұл адамдардың ешқайсысы оның өліміне мән бермейді. Олар күліп ойнап жүрді. Қайғылы оқиға ешқашан болмағандай. Барлық адамдар кеткеннен кейін ол Сониді соңғы сапарына шығарып салғысы келді. Оның берген тәлім тәрбиесі үшін алғыс айтты. Сонидің көмегінің арқасында ол тағдырына жазылған қызды тапты. Сонымен қатар Сониге өмірін құтқарғаны үшін алғыс айтты. Осы кезде бір адам кіріп келді. Ол таныс сияқты көрінді. Ал ол көлік тұрағына таласқан адамның өзі. Ол Сонимен бірге көп жылдар бойы қиындықта жүріскен. Джеро сол жолы шынымен де тек көлік тұрағы үшін болғанын білгісі келді. Бірақ ол сеніммен былай деді. Жоқ, осы уақытқа дейін себебін ешкім білмейді. Осы кезде Джероның әкесі кіріп келді. Ол Сониге алғыс айтуға келді. Өйткені Сони Джероға көп нәрсені үйретті. Өз ішіндегісін де айтты. Мен мұны оның тезірек есею үшін істеген болатынмын. Джеро кетейін деп жатыр. Ол Сонидің ең жақсы көретін ым ишарасымен қоштасты. Ал әкесі де Джероны Зи деп атады. Ол әкесі мен Сонидің жиі айтатын бір сөзін ұсынды. Зиден де түсінесің. Ол олардың өмірден келген ең үлкен сабағы. Сондай ол өмірдің өтуі тиіс жолы. Тек басыңнан сөккенде ғана оның мәнін түсінесің.